Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Біз бүгін нұсқаулық белгілерін қарап өтейік. Нұсқаулық белгілері деген сізге белгілі бір бағытта жүруді нұсқайды, және сол бағытта жүруге сізді міндеттейді. Мысалы, мына белгіні қарасаңыз, бұл кедергіні сол жағынан айналып өту деген белгі. Бұл жерде бордюр болуы мүмкін, немесе жер қазу жұмыстары жүріп жатуы мүмкін. Сіз осы белгі тұрса, міне сол жағынан кедергіні айналып жүріп өтуіңіз керек, міндеттісіз. Және келесі белгіні қарайық. Бұл келесі белгі сізге тура және оңға жүре аласыз деген белгі. Бұл белгі тұрған жерде сіз солға бұрыла алмайсыз. Түсіндіңіз ба? Тек тура және оңға бұрыла аласыз. Келесі белгі тек қана солға деген белгі. Осы белгі орнатылған кезде сіз кері бұрылысты орындай алмайсыз. Бұл кері бұрылуға сізге тыйым салады. Және тек қана солға жүре аласыз. Тура және оңға жүре алмайсыз. Келесі белгіні қарайық. Бұл қауіпті жүгі бар жүк көліктерге арналған белгі. Шатастырып алмаңыздар, бұл жүк көлігіне арналмаған, бұл именно қауіпті жүгі бар жүк көліктерге арналған. Қауіпті жүгі бар жүк көліктеріне бағытты көрсетіп тұр, жүру бағытын, тек қана оңға. Келесі белгі ең төменгі жылдамдық шектеуі аяқталатын аймақ деген белгі. Мына белгі тек қана жаяу жүргіншілер жүретін аймақ деген белгі. Бұл жерде көлік жүруге болмайды. Мына жерде жаяу жүргіншілер мен велосипед жүргізушілеріне арналған аймақ. Бұл жерде көлік жүргізуге болмайды. Одан кейін келесі белгі тек қана тіке және солға дейді. Бұл жерде сіз мысалы оңға бұрылатын жер болса да, сіз оңға бұрыла алмайсыз. Тек тура және солға жүруіңізге міндеттісіз. Келесі белгі тағы да бұл белгі қауіпті жүгі бар жүк көліктеріне арналған белгі. Қауіпті жүгі бар жүк көліктері тек қана тіке жүре алады деген белгі. Келесі белгі жаңағы велосипедтер жүретін аумақтың басталуы деген. Бұл жерде де көліктер жүруге тыйым салынады. Келесі белгі міне велосипед және пешеход жүретін аймақтың аяқталуы. Одан кейін міне қауіпті жүгі бар жүк көліктеріне арналған белгі бұлда. Тек қана солға жүре алады. Міне осы белгі қараңыздар. Бұл ең төменгі жылдамдықтың шектеуі. Сіз осы аймақта жүрген кезде, осы белгіден өткеннен кейін 50 км/сағаттан төмен жылдамдықты азайтпауыңыз керек. Мына жерде тағы да велосипед және жаяу жүргіншілер жолдары. Одан кейін мынау айналмалы жолмен қиылысу деген белгі. Аяқталуы және кедергіні екі жағынан айналып өту, оң жағынан да сол жағынан да айналып өтуге рұқсат. Велосипед жүретін аймақтың аяқталуы. Оң жаққа бұрылуыңыз керек, тек қана тіке және солға жүре алмайсыз. Бұл белгі тұрса, тек қана оңға және солға жүре аласыз. Тек қана тіке қозғалыс деген белгі. Мысалы, осы белгі қиылыста тұрса, сіз оңға да солға да бұрыла алмайсыз, тек тіке қозғалуыңыз керек. Келесі белгі міне велосипед пен пешеходтың жүруі. Міне кедергіні оң жақтан айналып өту, велосипед пен пешеход жүретін аймақтың аяқталуы.